Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз жай бөлшектер мен араласымдарды координаттық сәуледе кескіндеу. Енді қараңыздар, біздерге жай бөлшектің түрі мынадай болсын. Мысалы, 6-тан 5, 6-дан 3, 6-тан 1, немесе мысалы 6-тан 1,6-тан 7 деп бар. 6-тан или 6-тан 1 деп бар. Енді қараңыздар. Мына жерде бізде жай сандар берілген және аралас сандар берілген. Жай сандардың бөлімдері 6-ға тең болып тұр. Мынада 6, 6, мынада 6, мынада 6. Яғни барлығы да 6 болып тұр. Енді координаталық сөйледен біздер бірлік кесіндісі 6 болатын кесіндісі сызамыз. Ол үшін қараңыздар. Міне 1, 2 бөлік, 2, 3 бөлік, 4 бөлік, 5, 6 бөлік. 6 бөлігіміз біздің 1 бүтінге тең болады. Келесі тағы да 1 бөлік, 2 бөлік, 3 бөлік, 4 бөлік, 5 бөлік, 6 бөлік. Мына 6 бөлік бізде 2 бүтінге тең болады. Енді қараңыздар. Бізде жай бөлшектердің ішінде 6-тан 5 дейді. Яғни біздің 6 бөлігіміз ол мына барлығы 1 бөлікті құраса, осының ішінен 5 бөлік таңдап аламыз. Қараңыздар. 1 бөлік кетті, 2 бөлік, 3 бөлік, 4, 5. Сонда 6-тан 5 деген бөлігіміз, яғни 1-ге жетпейді, яғни 1-ден кіші сан. Сондықтан ол 6-тан 5 деп мына жазылады. Немесе А әрпімен белгі дейін. Келесі қараңыздар. Мынаны А дейік. Келесі санымыз ол Б болсын. Келесі санымыз С әрпі болсын. Келесі санымыз Д әрпі болсын. Келесі кеттік. 6-тан 3 деген сан. Яғни дәл солай істейміз. А, 1, 2, 3. 3 бөлік, яғни мына жері 6-тан 3 бөлік. Бұл бізде В нүктесі. Келесі С нүктесі 6-тан 1 дейді. Яғни 1 бөлікті ғана аламыз. Сонда 6-тан 1 болады, ол С нүктесі болады. Келесі біздің Д нүктеміздің координатасы мынандай аралас сан түрінде берілген. 1,6-тан 1 дейді. Яғни 1 бүтін бөлік міне тұр бізде. Келесі 6 бөлік міне тұр. Соның тек қана біреуін ғана аламыз. Сонда мына жердегі санымыз біздің 1,6-тан 1 деген санға тең. Яғни ол Д нүктесі. Дәл солайша мысалы 1,2-ден 1 деген сан берілсін. 6-тан 5. Дәл осы координаталық сөйледе 1,2-ден 1 деген сан белгілеп таптысы, мысалы Е нүктесі. Ол үшін біз шамалы түрлендіріп жасап аламыз. Қараңыздар. 1,2-ден 1 деген санымыз ол тең болады. Бөлімінде алымында 3-ке көбейтейік. Өйткені бізге бөлім 6-ға тең болу керек. Сонда қараңыздар. 1 бүтін соғын жарылады. Тең болады бар. 1 бүтін соғын жарылады. 2 жердегі 3-ім 6 болады. 1 жердегі 3-ім ол 3 болады. Сонда 1 бүтін 6-тан 3. Яғни, қараңыздар, міне 1 бүтінді біз салып тұрық. Енді осы қалған 6 бөліктің 3-еуін ғана аламыз. Сонда бізде 1, 2, 3. Яғни 1 бүтін 6-тан, яғни 1 бүтін 2-ден 1. Немесе 6-тан 3 деп алуға. Осылай жүреді. Енді келесі кеттік. Тағы да мысалды келтірейік. Қандай мысалдар болады? Енді мысалы мынандай сындар келтірейік. Мынандай сындар жазайық. 2,4-тен 1, 2,4-тен 3, 3,4-тен 1, 1,4-тен 3 деген сандарды айық. Және сегізінші координаталарын А нүктесі, Б нүктесі болсын, С нүктесі болсын, және Д нүктесі болсын.
Енді қараңыздар. Бөлімдеріне қарасақ, барлығы да 4-ке келіп тұр. Бөлімдер 4 деген сан. 4 деген сан, 4 деген сан. Мұнда да 4, мұнда да 4. Олай болса біз осы координаттық сөйлені бірлік кесіндісі 4 бөліктен тұратын етіп бөлеміз. Яғни 1, 2, 3, белдеуді 3, 4. Яғни мынау 1 бүтін болады. Келесі 1, 2, 3, 4. Мынау 2 бүтін болады. 1, 2, 3, 4. Мынау 3 бүтін болады. Әрі мынау тағы 1 болып көреді. Енді қараңыздар. 2 бүтін 4-тен 1 дегеніміз. Міне 2 бүтін тұр. Қалған келесі 2 бүтін 4-тен 1 ол 2-ден үлкен сан. Сондықтан келесі 4 бөлікті қараймыз. 4 бөлік. 1 бөлік, 2 бөлік, 3 бөлік, 4 бөлік. Осы 4 бөліктің ішінен тек қана біреуін, яғни алымындағы сан бізде 1 болғандықтан 4 бөліктің біреуін ғана таңдап аламыз. Сонда нәтижедегі санымыз біздің 2 бүтін 4-тен 1 деген сан болып тұр. Бұл А нүктесінің координатасы. Келесі В нүктесінің координатасы ол 2 бүтін 4-тен 3 дейді. 2 бүтін 4-тен 3 дегеніміз 2 бөлік кетті. 3-ші бөлік мынау. Нәтижеге 2 бүтін 4-тен 3. Бұл В нүктесінің координатасы. Келесі қараңыздар. 3 бүтін 4-тен 1 дейді. Міне 3 бөлігіміз тұр біздің. Содан кейін 4-тен 1, яғни 1 бөлікті ғана аламыз. Сонда 3 бүтін 4-тен 1 деген нүктеміз мынау екен. Бұл С нүктесі. Келесі 4-ші Д нүктеміз ол 1 бүтін 4-тен 3 дейді. 1 бүтін деген санымыз міне тұр. Келесі 4 бірліктің, 4 бөліктің 3-еуін таңдағанымыз. Біреу кетті, 2 кетті, 3 кетті. Сонда 1 бүтін 4-тен 3. Яғни бұл Д нүктесінің координатасы. Тағы осылайша кетеді. Тағы да мысалға жазып көрейік. Мысалы, мынандай сындар салындар дейді. Мысалы, келесі мысалға мен жазайын. Нешеге жазайын, 10-нан 1, 10-нан 3, 2-ден 1, 10-нан 7, 10-нан 9 деген сандайын. Мәне барлығы 10-нан 9. Қараңыздар, барлығы 10 болып келеді, тек қана мына жерде 2-ден 1 деген сан бар. Оған қазір біз тоқталамыз. Енді қалғандағын қарайық. Бөлімдер 10 болғандықтан біз 10 бөлікті бірлік кесіндер ретінде аламыз. 1 бөлік, 2 бөлік, 3 бөлік, 4 бөлік, 5, 6, 7, 8, 9, 10 бөлік. Яғни мынау 1 бүтін. Біздің 1 бүтін бөлігіміз. Яғни бірлік кесіндіміз 1-ге тең болып тұр. Енді қараңыз, 10-нан 1 дейді. Яғни 1 бөлікті ғана аламыз. Ол міне. Яғни мына жердегі бөлшек 10-нан 1 деген сан болады. Келесі 10-нан 3 дейді. 1, 2, 3. Яғни мына санымыз бізде 10-нан 3 болып тұр. Келесі санымыз 2-ден 1 дейді. 2-ден 1-ді 10-ға келтіруіміз бөлімін. Сондықтан біз 5-ке көбейтеміз. Мұнда ол тең болады. Алымында бөлімді 5-ке көбейткен кезде ол 10-нан 5 болады. Яғни 5 бөлікті аламын. 1, 2, 3, 4, 5 бөлік. 10-нан 5. Яғни мына санымыз 10-нан 5. Келесі 10-нан 7 дейді. 5 бөлікті алдық, 6 бөлік, 7 бөлік. Яғни мына жеріміз біздің 10-нан 7 болады. Келесі 10-нан 9, яғни 9 бөліге 10 бөліктің біреуін ғана шегереміз. 10-нан 9 деген мына бөлік болады. Так, оқушылар сіздерге тасыма түсінікті деп ойлаймын. Яғни біздер осылай жай бөлшектермен араласымдар координаттық сәуледе кескіндеуді үйренетін боламыз. Яғни қараңыздар, мысалы мына жердегі 1 бүтін 6-тан 1 деген санымыз ол 1 менен 2-нің арасында жатады, және
бірден кейінгі бірлік кесіндіміз 6 бөлікке бөлінеді, соның тек қана бір ғана бөлігі алынады. Келесі 1,2-ден 1 дегеніміз 1 мен 2-нің қақ ортасын жатады, яғни 1,5 деген сөз. 1 мен 2-нің қақ ортасындағы бөлігі алынады. 6 бөлік болатын болса, оның 3-еуін ғана аламыз. Келесі 2,4-ден 1 дейді. 2 мен 3-нің арасында жатады, бірақ 2 мен 3-нің арасын 4 бөлікке бөліп, 1-еуін ғана аламыз. Яғни солдан оңға қарата жүреміз. Келесі 2,4-ден 3 дейді. Мысалы, бұл 2,4-ден 3 деген санымыз, ол 2 мен 3-нің арасында жатады, және 2 мен 3-нің арасындағы бірлік кесіндіміз 4 бөлікке бөлінеді, оның 3-еуі ғана алынады. Осылайша араласындарды координаттық сәулеті кескіндеуді үйренетін боламыз.